қилы тылсымға толы қиыр бір шетте қайсар қыз барушы еді тәуекелге. Шахзаман мен Дүниязада айналдырып құбыжыққа Сұлтан Кәрімді алыстатып жіберді. Талай сапар шексіз өзгелге, жолықса да қаншама қауіпке. Өмір ағашына барар жолда кездескен Шахризада талмады күресуден. О, Шахризада, ежелгі мың бір түн ертегісіндегі. О, Шахризада, қызыққа толы ертегілерді айтамыз. Альгонды таптым! Кәрім ханзаданың сүйікті әкесі көз жұмды. Ол өлерде тақ мұрагері алтын қалашықтың патшасы етіп, үлкен ұлы Шахзаман демес, Кәрімді тағайындап кетеді. Немене? Менің есімімді атады ма? Бойын қызғаныш билеген Шахзаман бауырын Дүниязаданың сұрықсыз құбыжығына айналдыруына жол береді. Біз қаладан ұзап, бой тазалайтын жер іздеп кеттік. Тәуіптердің тәуібі. Жылдамыш, Жамал, жылдам, қуып жететін болды. Біз енді қайда барамыз? Осы маңайда бір бой тасалайтын құпия орын болуы керек еді. Есіме түсірейін. Әнекей, ана жақта, әне ол. Қайда? Құмнан басқа ештеңе көрінбейді. Егер ол көзге бірден түсетін болса, оның қай жері құпия болмақ. Жамал, төмендей бер. Мүмкіндігінше құмға жақындай түс. Мұна шөлейтте олар ұзаққа бара қоймас. Кеттік, сұлтанға барып хабарлайық. Сонымен, қалай ойлайсыңдар? Қай жерден кіруші еді өзі? Мұна жерден бе, әлде мұна жерден бе? Кәрім! Айтқанымдай кіретін жер осы екен. Кеттік бе? Ол жер қауіпсіз бе? Әрине. Іші неткен суық еді. Мазарға ұқсайтын сияқты ма? Иә, бұл жердің бір ғана артықшылығы бар. Шахзаман мен Дүниязада бізді бұл жерден іздемесі анық. Мен де дәл солай ойлайтынмын. Солай ақ болсын. Пам-пам-пам-пам-пам. Иә, мына жердеміз. Көздері қалай шығыпты, Осман? Тым қорқынышты көріне ме? Солай шығар. Өй, бәрі сыншы екен осы. Осман! Сатқындар әлі ұсталған жоқ па? Жоқ әлі. Бірақ шыжыған күннің астында денелері кеуіп, ауыздары кебірсіп, шөлде өлері анық. Мен оған сенімдімін. Ондай тәуекелге бара алмаймын. Оларды тап, жылдам! Қымбатты гүлім менің. Біздің тамаша жоспарымыз бар. Мынаған қарашы. Білемін, шебер орындалған, иә? Мынадан 500 дана жасап, оны бүкіл аймаққа таратасыңдар. Кімде-кім бауырымды өлтірген құбыжықты ұстап әкелетін болса, сыйақысына 1000 алтын кесек беретінімді жариялаңдар. Дәл солай істеңдер. Әміріңізге құлдық, мәртебелім.
Ал, сен немен айналысып жүрсің? Сарайды безендіруге кірісіп кеттің бе? Жоқ, сен сурет салып отырғанда мен бір пайдалы іс тындырдым. Кәрі сиқыршы Харун Халидтің бөлмесінен не тапқанымды қара. Жақсы, андағы кілемді сарайдың қай шетіне төсейсің? Үстіне отыр. Мен бе? Мен сұлтанмын. Сұлтандар еденге отырушы ма еді? Бұл тамаша екен. Болды енді, осы да жетер. Қане, мені жерге түсірші. Әуеге көтерілгеннен жерде отырғаным тыныш. Өтінем. Тоқтат, мынаны тоқтат. Тез ата, тез. Біз бұл сиқырлы кілеммен әлгі түйе қайда кетсе, сонда ұшып бара аламыз. Тағы да апта бойы отыра алмайтын болдым ау тәйірі. Бұл әлгі құпия бөлмеде тығулы жатқан не бір таңғажайып дүниенің бірі ғана қара. Тағы бірдеңе көрсетейін бе саған? Өте пайдалы. Мұнда қашанғы жасырынып жатамыз. Әкемнің еңбегі зая кететін болды. Ағам мен дүниесада сазайын тартады. Кері қайтуым керек. Ол сөйлеу жағын қатырмаса да ұруға шебер болып алыпты өзі. Байқадың ба? Менің де сен сияқты сарайға қайтқым керек. Алайда қаптаған сарбаздарға ұсталатын болсаң, тірі қалмайсың. Жақсылық ойлан. Мені қарғыс атты. Мен құмы жоқпын. Бұл қарғыс емес. Бұл зұлымдық. Кез келген сиқырмен зұлымдықтың күшін жоюға болады. Рас айтасың ба? Иә, қайтаруға да, емдеуге де болады. Шіркін әкем тірі болса, бұның жолын табар еді. Шиыршықталған қағазға ештеңе жазбап екен? Қағаз? Қай қағаз? Оның бар жинаған еңбектері мен мәліметтері бір шиыршықталған қағазға жазылған болатын. Шынымен де солай ма? Әлбетте, солай болуы керек. Оның құпия бөлмеде екені анық. Иә, сол жақта. Дүниезада ол құпия бөлменің ішін ақтарып үлгергенде болар. Жарайды, қараңғы түскенде жасырынып кіреміз. Алайда күш қолданушы болма. Мүлдем бе? Мүлде қолданба. Ұрланып кіреміз. Сарайдың ішіндегі жасырын жолдарды жақсы білем. Сондықтан әкемнің сиқырлы бөлмесіне байқатпай кіре аламыз. Мен оған сенем. Тек әлгі қағаз сонда болса екен. Енді осы мүмкіндікті пайдалануымыз керек. Мынаны қара. Әне, анау, бар әлем ананың қолындағы қағазда. Иә. Бүгін түнде Харун Халидтің тағда қандай ғажайып құпиясы ашылар екен? Қорғасынды алтынға айналдыру өнері. Бұл баланың ойыны ғой. Адамды қорқауға айналдыру дейме? Қорқынышты екен. Иә, мынау не? Тәуіп Дубан. Дубан. Тәуіп Дубан деген кім болды екен? Әй, бас қатырып қайтемін. Түк пайдасы жоқ. Ақымақ Харун Халид тек зиянсыз сиқырларды ғана жазыпты. Зұлымдыққа толы қара сиқыр қайда? Біреуді қарғағым келіп тұрғанын қарашы. Кеттік. Сұлтан ба? Иә. Сенсің бе? Таңданатын несі бар дегенмен таң қалып тұрмын. Сенің де мұнда жүрге қақың жоқ. Қайтар андағыны. Қайтармасам не істейсің, айтшы. Өзіне тесіл емес сақтанушы болма. Ой, мазасыз. Бұл менікі. Сенің
жазба саған керек пе? Ал ендеше. Оттың жарығымен оқығанды ұнататын боларсың. Енді оның маған да саған да еш пайдасы тимей, солай ма? Мен қайтып келемін, Мыстан. Бәлі, сен осылай кетіп қалмақшысың ба? Осман, күзетшілер! Осман, ол ана жаққа кетті. Кімді айтасыз, ханым? Оны көрмедіңдер ме? Оның қасынан өтпедіңдер ме? Мен ешкімді көрмедім. Сарайды тексеріңдер. Қаланы тінтіңдер. Оны табыңдар. Дубан, Дүниезада жазбаның ішінен осы есімге қайта-қайта тоқталды. Тәуіп Дубан. Мен оны білемін. Ол заманынан озып туған жан еді. Ол кім? Ол тәуіптердің тәубі. Үлкен құрметке ие қарт ғалым. Тәубе. Тұмаумен суықты емдейтін жай ғана дәрігер емес. Ғылым жолындағы адам. Шипагер деуге болады. Бірақ сиқыршы емес. Өте мықты болса керек. Әкең онымен жиі араласып тұратын. Оны іздеп табайық. Бізге көмегі тиіп қалар. Сиқырды қайтарудың жолын сол білу керек. Сөйткеніміз дұрыс емес пе? Ол тәуіпті қайдан іздеп табамыз? Аха, Харун Халид оны үнемі шынылық қаладан іздеп табатын. Жігіттер, тезді тайықша. Оған іздеп табайық. Сазайларын көрейік. Тіпті жақсы. Ол жақтан бізді ешкім де іздемейді. Қане кеттік. Өй, ол неғып келіп жүр? Мұнан бірдеңе іздеп келіп пе? Қорықпай келгеніне қарағанда маңызды дүние болар. Шипа, оймау бас. Шипа ма? Ненің шипасы? Ініңнің құбышық бейнесін емдейтін шипа іздеп жүр. Харун Халидтің қалдырған жазбасынан табамын деп келсе керек. Табуын тапты, алайда мен ол жазбаның көзін құрттым. Енді шипа іздеп қайда барар екен, мәселе сонда болып тұр. Дубан. Шамалы қала ғой. Осында келгім келетін. Бұл жерде де жасырынуымызға тура келе ме? Сонымен ол қай жерде? Қаланы шарлап бұлай жүре бергеннен табыла қоймас. Бәлкім біреуден сұрармыз. Жоқ, тоқтаңдар. Ол ана жақта. Ана тары көшенің аяғында. Есте сақтау қабілетің әлде қайда жақсы екен ғой. Қабілетіме шағымым жоқ. Әне, ана бергіні қара. Әнекей. Осы жер ме? Тәуіптің баспанасына мүлдем ұқсамайтын сияқты. Негізі ол, сен көріп жүрген тәуіптердің біріне де ұқсамайды. Тәуіп Дубан, ашыңызшы. Өзі бір түрлі үй екен. Мені мына қорқынышты әрі үрейлі жерден тезірек алып кетсеңдер жақсы болар еді. Тәуіп Дубан. Тыныш, тыңда. Армысыңдар? Қайырлы кеш, достар. Сіз бассыз ба? Біраз жыл бұрын бір сәтсіз жағдайға душар болғам. Әйтеуір аман қалдым. Қайта қалпына келтіретін жақпамайды, зат алмасуды үдеткіш ретінде қолданып, содан аман қалдым. Сіз Тәуіп Дубансыз ба? Қызым, ал сен Шахерезадасың ғой.
менің қадірлі досым марқұм Харун Халидтің қызысың. Сені соңғы рет әкеңмен көргенімде, қателеспесем жасың 6-да болатын. Солай ма? Сіз менің әкемді жақсы білесіз бе? Білмегендеші, әкең бір ер жүрек жан еді. Ол бізді Сұрқия Асифа Файсақадан құтқару үшін өмірін қиды. Иә, ол солай құрбандыққа бармағанда біз қазір жоқ болар едік. Тағдырымыз сондай қиын болды. Қиын болды. Ойпырмай, мынау кім тағы? Тығыл қызым, тығыл. Қажет болса мен сені күшпен құтқарамын. Керек болса тістеп аламын. Әлі тісім бар. Ондай күш қолданудың қажеті жоқ. Ол менің досым. Менің есімім Кәрім. Кәрім? Жақында дүние салған алтын қалашық патшасының тақ мұрагер емессің бе? Иә, заңды мұрагерім. Олай болса сені де білемін. Алайда қазіргі түрің ренжіме, мүлдем бөлек десе болады. Сол себепті сізге келіп отырмыз. Сіздің Харун Халидтің досы екеніңізді рас болса, маған көмектесіңіз. Ендеше, сендерге шай дәмдейін қазір. Шай дейсіз бе? Онда сізге көмектесейік пе? Қане, мен көмектесейін. Жоқ, рахмет. Өзім жөндеймін. Ендеше тәуіптердің тәубіне барып қайтайық. Сөйтіп ол жазбаны өртеп жіберді. Әлгі жазбадан сіздің есіміңіз жазылған бір кішкентай ғана қағаз қалды. Бәрінен де сенің әңгіменің майын тамызып айтқаныңа қызығып тұрмын қызым. Сіз бізге сенетін шығарсыз, иә? Әрине, күмәнданатын еш себеп көріп тұрған жоқпын. Жақсы көк түсті досым. Мінекей берірек жақында. Енді рұқсат болса сені тексеріп көрейін. Айнытпай шығарыпты. Қызық екен. Енді деші. Сіз оны емдеп шығара аламын деп ойлайсыз ба? Өкінішке қарай бұған менің шамам жете қоймаса ау қызым. Отыра ғой. Жас кім десем екен? Жігіт. Сонда мен өмір бойы осы күйде қаламын ба? Сіз бірдеңе білетін шығарсыз. Бұның емі болу керек қой. Сиқыр ма, ғылым ба? Қарақтарым, әлгі жазба өртеніп кеткенімен күдер үзуге болмайды. Жауаптар кітабын пайдаланып көруімізге болады. Бүкіл әлемнің сиқырға қатысты мәліметтерінің бәрі осында. Сол кітапты алуым керек. Әкең де сол кітапқа өз үлесін қосқан еді. Бұл дүниенің көзге түспейтін, көп адам аяғы баспаған, ешкім көрмеген бір жерде санаулы ғана адам білетін бір ағаш бар. Ағаш ба? Қараңдар, ол өмір ағашы. Сиқыр атаулының қайнар бұлағы. Егер біз сол өмір ағашын іздеп тапсақ, Кәрімнің қайта қалпына келуі мүмкін бе? Ондай мүмкіндігі бар. Иә. оны қалай іздеп табамыз? Әкемнің сиқырлы шамы көмектеседі сендерге. Одан шыққан ұлы даналықтың мағынасын түсіне білулерің керек. Егер ағашқа апаратын жол болса, сиқырлы шам оны көрсетеді. Демек, әлі де мүмкіндігің бар деген сөз. Мүмкіндік бе? Енді жетпегені сиқырлы ағашпен көне шам еді. Әлгі жауызмыстан дүниезада уысыма түсер ме? Сазайын жақсылап тартқызады. Жауыз, ұстан деймісің? Дүниезада маған істеген зұлымдығың үшін жауап бересің. Мынау Замура сақинасы ғой. Ол жаман ба? Өте жаман. Менің жасырынатын сәті келген сияқты. Кімді алдымен кезегі кел. Қыстаңдар ананы, менің кішкентай көмекшілерім. Құбыжыққа шабуылдандар. Жоғалыңдар. Аулақ кетіңдер. Жоғалыңдар. Мынау сенің. Кремнің бұрышына жармас. Әрекет, құрбақа. Шамыңды батыр. Сілік неме.
жіберіңсіз күшіңнің неге жететінін көрейік. Қазір көмекшілер, ұстаттыр оны. Жіберіңдер мені. Ұстатыңдар. Олай істеуші болма. Егер оған тиісетін болсаң, сені аямаймын. Доғары жыртқыш. Әкеліңдер кітапты, жылдам. Ай, ол кітап бөтен адамның қолына түспеуі керек. Мақұл ендеше, әне ол алыңдар. Үлкен қызыл кітап. Ей сен, кітапты ал да, үстелдің үстіне қой. Менікі! Күллі әлемнің таңдаулы сиқыр жинағы менікі! Мұның көмегімен әлемді басқарып, жеңіске жетем. Құдіреттілігім сонша алдымнан ешкім көлденең өтпейтін болады. Беттері бір-біріне жабысып қалыпты. Қалай ажыратсам болады? Саусағыңды маған берсең, сенің орныңа оны мен жалап берер едім. Жоқ, рахмет. Маған не болып жатыр? Сен не істедің? Қабат деген ай, шамасы қарбаласта жаңылысып, саған басқа кітапты беріп жіберген сияқтымын ғой, Басқа кітабы несі? Сен өзіне айтып тұрсың. Бәсе, қызыл кітап, о мен жұқпалы аурулар кітабы еді ғой. Қателесті. Жұқпалы аурулар ма? Табылған ақыл екен. Әкел десті. Жарайды, керек емес. Көмекшілерім, бері келіңдер жылдам. Бұнымен іс біткен жоқ. Осы істерің үшін сазайларыңды берем. Ісім сендермен болсын. О дейсіз бе? Ол өліп қала ма? Жоқ, мен жаналғыш емес, тәуіппін. Енді оның тілі ұйып, қызу көтеріліп, біраз күн мазасы қашары анық, қиын. Рахмет сізге тәуіп, көп рахмет. Енді ол адамдарын жібермей тұрғанда, қане тезірек кетіңдер. Сиқырлы шамды іздеп табыңдар. Бәрі соған байланысты. Менен әлі хабар естисіңдер. Біз өмір ағашын іздеп табамыз, Кәрім. Қайткен күнде де оны табамыз. Мен саған уәде берем. Сол уәде бойынша біз ұзақ әрі қауіпті сапарға аттануға бел болдық. Төрткүл дүниенің бір жерінен Кәрімге ем табылар деп, оны іздегеннен басқа амалымыз қалмады. Алайда бұл жайлы басқа күні баяндап берем.